Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Тағы да тікелей эфирде хабар арнасында Оян таңғы хабарым. Студияда өздеріңіз қазір түсінгендей Алмас Тоғай және Ұлжан Әбдіғали. Қош келдіңіз. Рахмет. Ұлжан негізі журналист мамандығы. Менің әріптесім, бірақ соңғы айларда ма қанша біраз оқып қалды? Соңғы жылдары деп айтқанымыз дұрыс болады екен. Дұрыс тамақтану бойынша курстар өткен арнайы түрлі өзінің жеке авторлық рецепттері бар екен. Сонымен қазір әріптесіміз аспаз, дұрыс қой сөйтіп айтқаным, диетолог. Бүгін асты әзірлейміз, дұрыс тамақтануға жататын пайдалы ас, таңғы ас әзірлейміз. Таңғы асы. Бұл таңғы ас аталады екен келесідей. Кәді омлеті. Екеуі мүлде мен үшін енді ер адам екі сөз, омлет пен кәді деген сөз екі түрлі тағам болып естіледі. Бірақ енді қалайда болса, біз осы тамақты істейді екенбіз бүгін. Денсаулыққа өте пайдалы. Ингредиенттерді міндетті түрде айта кетуіміз керек, құрметті көрермен. Мүмкін таңғы асқа, ас бөлмесіне кіріп, таңғы асқа не істеріңізді білмей тұрған болсаңыз, мінекей рецепт оған сізге керек болады. Жұмыртқа, кәді деген, білесіздер ғой, кабачок, ірімшік, саңырауқұлақ, тұз, табаны майлау үшін кокос және зәйтүн майы. Кокос және немесе кокос немесе зәйтүн майы керек екен. Сондықтан бізде зәйтүн майы мен түсінгенім, Мен өзім арнайы үйден кокос майын алып келдім. Екеуінің біреуін? Мынау сіздерде қандай май екенін білмеймін, зәйтүн ба, әлде пісте майы ма? Пісте майына негізі тамақ пісіруге болмайды. Ол артық холестерин бөледі. Яғни ол 200 градусқа дейін қыздырғанда, мысалы, ол зиянды бізге... Яғни пісте май екен. Зиян болып табылады біздің ағзамызға. Сондықтан зәйтүн майы, немесе кокос майы, немесе тұшытылған кәдімгі қазақтың қолдан жасалған майын тұшытып, соған тамақ пісіру керек. Негізі дұрысында. Сол үшін мен бүгін арнайы кокос майын алып келдім. Өте дұрыс істеген екенсіз, сіз ондай болса. Қазір біз не істейміз? Мен көмектесейін, қолғапты бекер киіп алып тұрып деген не болып қалмасын? Атын болып қалмасын? Біз алдымен мынау кәді, яғни кабачок, осыны аршып, теркадан өткізіп, шоңқыр ыдысқа саламыз, сосын жұмыртқамен араластырамыз. Оны тағы да омлетімізді құнарлы ете түсу үшін, бай ете түсу үшін біз саңырауқұлақ қоссақ болады, және қызанақ қоссақ болады. Саңырауқұлақты мәселен қазір көріп отырған көрермен үйінде болмай қалса? Ол міндетті емес қосу. Біз осы қазір бізде қолда бар азық түлікпен осылай тамағымызды құнарлы ете түсіп жатырмыз. Сондықтан бұл ас бөлмесі кез келген қыз келіншек үшін ол өзі о жерде қожайын. Сондықтан кез келген азық түлікпен өзі эксперимент жасаса болады. Бастысы тамақтың дайындалу тәсілі, яғни ол зиянды болмау керек, ләж болса қуырылмау керек, тұмша пешке, яғни духовкаға пісіру керек, қайнатып пісіру керек деген сияқты өзінің пайдалы тұстарына қарай икемдеп алса болады. Бәрекелді, ендеше сіз кәдіні аласыз да? Мен қазір ашып дайындай берейін. Ал Алмас, мен не істейін? сен саңырауқұлақтарды тазалап, мен негізі жеуден жей бередім. Мен саңырауқұлақты мүлде жей алмаймын. Саңырауқұлақты жей алмаймын, ондай да болады? Сондықтан бұны қолданып көрмегем. Өзің жеудің шебері болсаң, онда әдемілеп бай турап. Мен турамай жейді. Турамай салып беріп қуырға болмай ма? Жақсы, мен былай... Онда әдемі болмай қалады. Мен қарапайым бір түрін үшке бөліп турайын, осылай қалыңдау етіп жеген жақсы көреді, негізі. Өз ыңғайыңа қарай. Сосын, жаңа біз Ұлжан екеуміз сөйлесіп тұрсақ, былай дейді. Бұл рецепт негізі қыз балаларына, Бұл таңғы ас ер балаларға да, қыз келіншектерге де. Ал негізі, мен таңғы астында жаңағы ер балаларға, қыз балаларға да бөлінетіні жайында айтып қалғаннан кейін сұрап отқаным ғой сізге. Мен ол айтқаным, мен өзім марафон ұйымдастырдым жақында, алғашқы. Онда ер адамдар қатысқан жоқ, тек қыз келіншектерге арналды, себебі мен қыз келіншектер мен ер адамның тамақтану калориясын салыстырса, ер адамдар қыз келіншектерін 2 есе көп
тамақтану керек. Себебі олар ер адамдар түзде жүреді, ауыр жұмыстар істейді, мимен жұмыс істейді әсіресе. Ал ми ол ең энергияны көп алатын дене мүшесі болып табылады. Жалпы біз ерлер қауымы жақсы ас қалғанша жаман қарын жарылып кетсін дейтін қауымбыз ғой. Мына мысалға тамақтың үстіне мен қазір мен қандай болатын енді шамалап елестетіп тұрмын. Оның өзін нанмен жеуге болмайды, дұрыс қой негізі. Ал мен нанмен отыратын едім. Кешегі оның алдындағы күні қонақтарды күткендегі бешбармақтан қалған қазыны салып жіберіп деген сияқты. Өйткені біз рас қой, таңғы ас үлкен береке бар, иә? Оны тойып ішкен абзал негізі. Деп ақтап мен дұрыс тамақталудың барлығын өзіміздің калорияның көптігіне көндіріп алатын болсаң ол жанда. Әзілдеп жатырмын. Осы жерде айта кетейін, тойып тамақ ішу деген кезде мәселен қандай тамақпен тойып тамақ ішу керек? Я, кәде әмілетінен кейін бір тортты шаймен жеп жіберуге орын қалдыратындай етіп дегендей. Болмай мұндай. Мысалы, дұрыс тамақтануға ол ұнды тағамдар, қантты тағамдар ол мүлде жатпайды. Не үшін біз осы кәде әмілетін пайдалы асқа жатқызып жатырмыз? Не үшін? Себебі бізге таңғы асқа өте құнарлы, пайдалы тағам жеу керек. Себебі біздің басым энергиямыз осы таңғы астан алынады, сондықтан Бір қызықты да ақпаратпен бөлісе кеткен дұрыс шығар осы сәтте, Олжан. Адам ұйқыға кеткеннен кейін таңға дейін адамның ағзасында түрлі пайдалы бір ферменттер бөлінеді екен. Соны таңғы аспен, дұрыс таңғы аспен ішіп жесе уақытылы және де адамның ағзасының дұрыс жұмыс істеуіне, органдарының дұрыс жұмыс істеп бастауына үлкен септігін тигізеді таңғы дұрыс ас. Оны таңғы асты уақытылы ішпесеңіз, белгілі бір секрециялар бар екен, солар дұрыс жұмыс істемей өз уақытында іске қосылмағаннан кейін, сіз жаңа болады ғой, кейде таңертең асты жақсы жарайды жұмысқа бар, бір шай іше салармын, тіске бастырып бірдеңе жей саламын дейміз де, сол күй жүгіріп жүріп, жаңағы түске бірақ жетеміз. Сондықтан таңыңызды біз үнемі айтамыз, құрметті көрермен, бір стакан жылы су, және де қазір сіздерге ұсынып отырған жаңа таңғы рецептпен бастасаңыз дұрыс. Міне мен кәдіні аршып, үккіштен өткіздім майдасынан, үстіне 3 жұмыртқа қостым. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Мен тұз көріп тұрған жоқпын, тұз санбайды. Мен де соны сұрайын деп тұр едім. Тұздарыңыз жоқ па деп. Жоқ, бұл қант. Қыздар, тұз керек. Қаламқас. Мейлі тұз қоспаса да болады негізінде. Себебі өз басым қоспаймын. Мен қарсымын, тұз қосайық. Жақсы. Себебі көп адам тұзсыз тамақ жей алмайды. Мен сондайлардың қатарынамын. Деп қалам мен жаңағы. Маған бірдеңе жетпей тұрған сияқты деп. Қалам қос! Ауылда болады ғой. Қалам қос! Әкел. Рахмет. Таңғы асқа, мысалы, көп адам пирожки, торт, пирог немесе... Тосаппен май, нанға жағып, олай майонез жағып жейді. Ол өте дұрыс емес тәсіл. Ол ағзаңызды сіз улап жатсыз, денсаулыққа да кері әсерін тигізеді. Әрі ол тамақ тез сіңіп кетеді. Сіз 1 сағаттан кейін, жарты сағаттан кейін тіпті қарныңыз аша бастайды. Ал мынау дұрыс тамақтансаңыз, күні бойы сіздің организміңіз, метаболизм дұрыс жұмыс істейді деген сөз. Сондықтан барлық энергия күші осы таңғы астан басталады. Көндірдіңіз, сатып алам деп ше. Мынандай жардамадан кейін таңғы асты. Әдемілеп тұрып, адамның сілекейін ағызып ше. Құрметті көрермен, таңғы асқа не дайындайын деп жатқан болсаңыздар, жаңа қосылып жатқан көрермен болса естеріңізге сала өтейік. Қайырлы таң дейік, орта толсын. Қош келдіңіздер эфирімізге. Студиямызда Олжан Әбдіғали бізге қазір кәді омлетін дайындап жатыр. Ол үшін бізге сәйкесінше кәді керек. Жұмыртқа, қызанақ, қияр, мынау не? Қиярды қоспаса да болады. Бұл ірімшік. Ірімшік. Және қоспа қойса да болады, бірақ бар болса жақсы, құнарлы ете түседі тамақта. Бұл саңырауқұлақ кәдімгі. Міне біздің омлетіміздің сұйық қоспасы дайын болды. Енді бізде плитта қосылып тұр ма? Қосылып тұр. Кім оян аяққа байланбай. Дұрыс жүр. Оян мына жерде тамақтың дайындалатынын біліп келіп тұр ғой қасыма. Мен оны күшейтуім керек қой, иә? Мінекей. Каз оян. Ояндан. Міне біздің табамыз қыза берсін. Қыза берсін, иә. Сәл басу керек болса айтарсыз. Қызуын төмендетуге болады. Бізде кокос майы,
Пісте майды Мен мысықтан қорқам. мысықтан қорқамсыз? Оян, Кешіріңіз. қорқытпа біздің қонағымызды. Қыза берсін. Кокос майын қосады екенбіз, кокос майы болмаса, зәйтүн майын қосамыз. Пісте майды қосудың қажеті жоқ, себебі оның калориясы көп, ағзаға аса пайдасы болмайды, әсіресе таңертең. Холестерин бөледі. Холестерин бөледі. Сосын осы жерде айтып келгім келіп тұр, жалпы дұрыс тамақтану дегенде көп ел ойлайды, ол диета деп. Диета мен дұрыс тамақтану екі бөлек нәрсе. Дұрыс тамақтануды негізі әрбір адам өмірлік салтына айналдырған дұрыс. Себебі кез келген ауру осы біз астан дейді ғой, осы асымыз дұрыс болмағандықтан осы неше түр ауруға шалдығады. Сондықтан дұрыс тамақтануда күніне 5 рет тамақтанамыз. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас және ортасында 2 жүрек жалғау, яғни перекус бар. Яғни не үшін 5 рет тамақтанамыз? Себебі біздің таңғы энергиямыз, біз әр күндізгі энергияны біз осы тамақтан аламыз. Бізде энергия күндізгі және кешкі болып, түнгі болып бөлінеді. Яғни таңертең біз тамақтанамыз, энергия жинадық, жұмыс істейміз. Сосын сағат 11-лердің шамасында біздің қарнымыз аша бастайды. Байқайсыздар ма? Яғни осы кезде бізге жүрек жалғау керек. Сосын жүрек жалғап аламыз да қайтадан энергия тамақтан аламыз, қайтадан оны шығарамыз. Жұмыс істеу арқылы. Сосын түскі астың уақыты болады. Біз түскі аста қайтадан қарнымыз ашады, Сол кезде біз қайтадан тамақтан энергия аламыз. Сөйтіп сол энергиямызды келесі сағат 4-ке дейін шығындаймыз. 4-тің кезінде тағы да 4-тің шайы, 5-тің шайы деп жатады ғой. Сол кезде бізде тағы да қарын аша бастайды. Сол кезде бізге энергия тапшылығы сезіліп жатыр деген сөз, яғни. Сол кезде біз жүрек жалғап алу керекпіз. Сосын сол жүрек жалғаумен кешкі асқа дейін жетеміз. Кешкі аста ұйықтарға дейін 3 сағат бұрын тамақтану керек. Мен қашан жұмыс істеймін? Арасында жұмыс істеп жатсыз ғой. Таңғы астан келді, жұмыс істеп отырып, қарым ашып кетті. Жоқ, соның арасында жұмыс істеп үлгеру керек. Ең бастысы маңыздысы айта кету керек, көп жемеу керек, Иә, көп жемеу керек. Мына мысалға қазір біз кәді омлетін жасайын деп жатырмыз ғой. Оның өзінде де толтырып бізде сол бір негізі үлкен қателіктердің бірі ғой. Диетолог мамандар айтады, тамақты жегенде пайдалы ғой дейміз де, бірақ толтырып кеп жейміз, ол асқазанға үлкен жүк. Қорытылу оңай болғанмен де асқазанға бірден ондай үлкен көлемде тамақ түсуі қиын нәрсе. Ендеше кеттік. Мен міне кокос майын қызды ма? Табамыз қызған сияқты. Мен таза қасық бар ма екен? Таза қасық? Міне. Қасықпен кішкентай ғана кокос майын алып ертеміз. Мынаның астында, құрметті көрермен, сіздерге қызық болып жатса, біздің шығармашылық топ мүшелері отырады, мен сұраған нәрсем беріп тұрады. Міне. Мына жерде ешқандай қатысы жоқ нәрсені сұрақ басаң. Жақсы кесіріңіздер, әзілдеп тұрмыз арасында осылай. Майды табаға көп қылып құюға болмайды. Мынандай щетка болса, ас үйдің арналған. Астын майлап алу керек. Майды бұлай табаға айналдырып жағып шығамыз. Барлық жері майлансын, табаның түбі. Міне жағып шықтық. Енді тағы 1 минуттай тұрсын, қызып. Енді кәді мен жұмыртқа араласты. Кокос майын табаға салдық. Жұқа етіп қана салуымыз керек. Қалың болып салса бола береді негізі. Бізбен бірге істеп жатқан қазір көрерменге қайталап айтып жатқаным ғой. Бізбен бірге кәді омлетін. Мен үйде бұл омлетті жиі істеймін. Сосын бұл кәдінің орнына сәбіз бен жұмыртқаны араластырып істесеңіздер болады. Сәбіз бен жұмыртқа? Иә. Сосын ірімшік, сүзбе бар ғой, сүзбе, творог. Сонымен жұмыртқаны араластырып істесеңіздер болады. Жалпы фантазияңызға қарай біраз істесеңіз болсын. Ең бастысы құйрық маймен ет салып жүрмейсіз. Кокос май жоқ екен, құйрық май саласыңызшы. Негізі, құйрық майда ол тамақ істесе оған да болады негізі. Ол өйткені жануардың майы, ол да пайдалы майға жатады. Сондықтан өзіміздің 4 түлігіміздің де асы ол пайдалы тағамдардың құрамында. Осылай өзіміздің не бапта, 7 қазынаның бірі жылқының еті ғой деп. Иә. Күні бойы тоқ жүремін есесіне, тоңбаймын, күн суып келе жатыр. Ағзаның иммунитеті күшейту керек деп алып біз сондай өзіміз түрлі желеумен алып тамақ жеп аламыз ғой таңертең. Сонымен жаңа қосылған көрерменге тағы да қайталап өтейік.
Біз қазір кәді омлетін жасап жатырмыз. Кәді болмаса сәбізбен жұмыртқаны араластыруға болатын. Жаңа ғана айтып қалды, студиямызда қонақ болып келіп тұрған бізде журналист, диетолог маман, аспаз, дұрыс тамақтану бойынша қалай кеңесші деп айтқан дұрыс шығар, Олжан Әбдіғали. Біз қазір кәдіні және жұмыртқаны араластырдық. Кәдіні мынандай үгіткіштен өткізіп алу керек екен. Бар болса саңырауқұлақ қосуға болады, ірімшік, қиярды да қоссақ болады, қоспасақ та болады. Жұмыртқа міндетті түрде енді түсінікті. Қызанақ және зәйтүн майы немесе кокос майы. Тұз салмайсыз ба? Тұз салдым мен. Салып қойдыңыз ба? Салып араластырып қойдым. Алдамаңыз, мен бәрін сездім. Қазір дайын болған кезде дәмітіп көреміз. Операторлар көш. Біз міндетті түрде тамақ жасалғаннан кейін барлығын мен өзім жей алмаймын ғой, бетім мынандай онсыз да сәл арықташ деп жатқандар көп бізде. Мен жұмысымда сәл кішкене арықта ауыз сүйіміз керек болды. Арықта демекші, мен дұрыс тамақтануға қалай келдім? Қалай келдіңіз? Сол туралы айтып бергім келіп тұр. Айтып беріңізші. Мен алдыңғы жылдары маған айналамдағылар айтатын, сен кішкене толастап бара жатсың, саған азу керек. Мен бірақ өзімді қалыпты деп ойлайтын. Жоқ, маған осы болады. Мен қалыпты менің салмағым деп. Сосын бір күні таразыға өлшенсем, мен салмағым құпия емес, енді 64 келіге кетіп бара жатырмын. Өзімнен ұялдым да, бір күнде осы ПП меню тауып алдым да, сол бойынша өзім бастап кеттім. Дұрыс тамақтану. Әрине оған ерік жігер керек. Мен ерік жігерімді барынша мықтадым. Сонымен мен небәрі 3-4 күнде 3 кило салмақ тастадым. Сонымен өзіме бұл мотивация болды. Ары қарай маған дұрыс тамақтану ұнай бастады. Себебі біз шынында да не бір нәрсені былайша жей береді екенбіз. Оның бәрі ағзамызға зиян. Әр кез сол дұрыс тамақтанбаудың салдарынан біз шаршаңқырап жүреміз, ұйқымыз қанбайды, әлсіреп жүреміз, жалқау бола бастаймыз деген сияқты. Теріс негативті әсерлері көп екен. Ал дұрыс тамақтануда адам өзіне ең жақсы, ең таңдаулы тағамдар теріп жейді. Осылай мысалы, ең пайдалы тағамдармен өзін жақсы көре түседі. Енді сіз, Олжан, бірінші кезекте журналистсіз ғой, тайминг дегенді білесіз. Уақыт бізде келіп жатыр өз шегіне тамақты, тағамды дайындауға. Сондықтан бізде сәл қызу азда болып тұрған сияқты ма? Мұны плюсті басыңызшы. Тағы да? Міне. Бәсте мен. Бізде қазір дайындалуға шамамен қанша уақыт бар әлі? 5 минут бар ма? Бар шығар, иә. Бұлай жасайық, ондай болса, құрметті көрермен, біз толық бүкіл ингредиенттеріміз әлі салып үлгерген жоқпыз, сондықтан осы тағамыз сіздің де таңғы дайын болғанша бізде кезекте тұрған сюжет бар. Биыл балалар жылы, өздеріңіз жақсы білесіздер. Балалар жылына байланысты TikTok студия ашылған екен, олар қандай контент түсіріп жатыр, Қарагөз айтып береді. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Оян таңғы хабарында жаңа рецепт, оны бізге таныстырып тұрған Олжан Әбдіғали, журналист, аспаз, дұрыс тамақтану бойынша кеңесші, басы бос екен, оны да біліп алдық осы жерде тұрып. Біз қазір дайындаған кәді омлеті. Оған бізге кәді керек, немесе сәбіз керек, жұмыртқа керек, қызанақ, қияр, саңырау құлақ, ірімшік. Біз жаңа үзіліске дейін осыны істедік, тура осы жерде студияда тұрып, ендеше дәм ауыстыратын уақыт келді. Шамал шетінен кесіп берейін. Айтпақшы, тұзды қалауыңызша қосуыңызға болады. Мүлдем қоспа қойса да болады, кішкене үстінен төгіп жіберсеңіз де болады. Мінекей бізде пиццаға ұқсайды, осылай әдемі қылып түсірдік. Осыны біз енді пицца сияқты кессек те болады. Қалыңғас бере қойшы маған шаңғышқаны. Охо, немене төгіліп алды. Әдемілеп кесеміз. Бүйтіп деп алып келдің ғой. Рахмет. Сіздің жүлдеңіз деген сияқты менің. Рахмет қаламқас, әзілдей білесің ғой. Мұна бөлшегін салып берейін, Тура пицца сияқты. Ал ас болсын. Бұл, ең бастысы, құрметті көрермен, жаңа қосып жатқандар бар болса айта өтейік. Бұл дұрыс тамақтану. Таңертең жегеннен адам күні бойы асқазанына салмақ түспей, жеңіл жүруіне себепкер болады. Айттым тұз аз оқпады деп. Ұрыс бастап тұрсың мен жеген. Дәмді, сәл үйренісу керек сияқты себебі. Мысалға мен кәдіні аса бет
сүйсіне жей беретін адамдардың қатарынан емеспін. Бірақ жұмыртқа бар ең бастысы, ірімшік бар, саңырауқұлақ бар. Бұл осыны шамалы тұзды кішкене көбірек қосса, дәмі де бір кішкене жарқынырақ шығатын сияқты ингредиенттердің барлығы. Дұрыс тамақтануда жалпы тұзды аз көп, болу керек қой. көп қолдануға болмайды. Сондықтан мен аз қостым. Енді жаңа Ұлжан, енді мен жаңа айтып қалдым ғой, негізі журналист деп дұрыс тамақтануға өзім келдім, себебі артық салмақ қосылды. 64 келіден 3-4 күннің ішінде 4 келі тастадым дедіңіз, Қазіргі өзіңіздің салмағыңыз 55-ке түскен екенсіз. Иә, осы дұрыс тамақтанудың арқасында. Енді, құрметті көрермен, біз Оян таңғы хабардың да негізгі миссиясы сол ғой. Сізге дұрыс тексерілген ақпаратты жеткізу, қызықты сюжеттерді көрсету және дұрыс ағзаға пайдалы кеңестермен, рецепттермен бөлісу. Енді біз бүгінгі өзіміздің басымызға берілген міндетімізді орындадық. Ұлжан екеуміз, менің ойымша. Құрметті көрермен, алдарыңызға ас алған болсаңыздар, ас болсын дейміз, таңғы аста береке бар, жалпы күндеріңіз сәтті өтсін дей отырып, Ұлжан, сізге көп алғыс айтамын. Осындай қызықты рецептпен таныстырғаныңызға. Ал біз қазір тұмса табиғатқа тынуға кетеміз де, операторлар бәріміз жабылып кетті жерде тамақ жейміз. Алыстамаңыздар, хабарда болыңыз.